Саламатсыздар ма қымбаттыларым, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін сіздерге салфетканың осындай екінші бөлімін көрсеткім келіп отыр. Алдымен әдеттегідей қолымызға жібімізді орап, осылай 4 ілмек іліп алатын боламыз. Бұның үшеуі бізде баған, 4-шісі ілмек болып есептеледі. Және осылай бір орап алып, баған жасайтын боламыз. Осылай арасынан алып отырып, 12 баған жасаймыз. Осымен 12 бағанымыз дайын. Енді жібімізді бекітеміз. Жібімізді бекіттік. Енді екінші қатарымызды бастаймыз. Ол үшін жіптің ортасына осылай бір ілмек алып аламыз да, бағанымызды бастаймыз. 4 ілмегімізді іліп алдық. Енді тағы бір баған жасаймыз. Бұл жерден ілмек ілмей, бірден баған бастап кетеміз. Енді ілеміз. Осылайша 24 баған жасайтын боламыз. Жиырма төрт бағанымыз дайын. Енді жібімізді бекітеміз. Жібіміздің үшін бекіттік. Енді үшінші қатарды бастаймыз. Бірден 5 ілмек іліп, осылай 12 шалма дайындап аламыз. 5 ілмек ілеміз тағы да. Бір бағанды қалдырып, екінші бағанның төбесінен осылай іліп отырамыз. Осылайша 12 шалма дайындап аламыз. Міне бұл үшінші қатарымызда дайын болды. Енді 4-ші қатарымызды бастаймыз. Тағы да 4 ілмек іліп аламыз. Екінші бағанымызды жасаймыз. Арасынан 5 ілмек ілетін боламыз. Осылайша тағы да 24 баған жасаймыз. Екі бағанымыздың ортасынан осылай 2 ілмек ілеміз. 24 бағанымыз дайын. Енді жібіміздің үшін аяқтаймыз. 5-ші қатарды бастаймыз қазір. Бесінші қатарда бізде 6 баған жасаймыз. 3 баған жасап, жасаймыз да, ортасынан 2 ілмек іліп аламыз. 2 ілмегімізді іліп алдық. Кейін тағы да 3 баған жасаймыз.
және осылай ортасынан тағы бір рет іліп алатын боламыз. Бір-ақ рет іліп аламыз, болды. Енді тағы да 6 бағанымызды жасаймыз. Осылайша 72 баған жасаймыз. Осымен дайын. Енді жібімізді аяқтаймыз. Енді 6-шы қатарды жүретін боламыз. Осылай бір баған жасап аламыз. Сосын әдеттегідей 6 баған жасайтын боламыз. Осылайша бізге барлығы 84 баған қажет болады. Осылайша ортасынан бір баған алып, 6-шы қатарымызды жүріп шығамыз. Міне аяқтадық. Енді 7-ші қатарымызды бастаймыз. Қазір жібімізді түйіндеп алайық. Енді біз бұл жерден тағы да 2 баған қосатын боламыз. Жаңа бір баған жасағанбыз, енді 2 баған жасаймыз. Сонымен бізге 96 баған қажет болады. Бұл жерге әдеттегідей 6 баған жасап шығамыз, 3 баған жасаймыз. Екі ілмек жасап, тағы да 3 баған жасайтын боламыз. Сонымен 6 бағанымыз дайын болады. Алты бағанымыз дайын. Енді ортасына тағы 2 баған қосамыз. Сонымен 96 бағанымыз дайын болады. Міне осымен 96 бағанымыз дайын. Жібімізді түйіндейміз. Енді соңғы қатарымызды жүретін боламыз. Әдеттегідей 3 ілмек іліп аламыз. Бұл жолда 2 баған жасаймыз. Алты бағанымызды жасадық. Енді ортасынан 2 баған жасаймыз. Бірінші бағанымызды жасап, ортасынан бір рет іліп аламыз да, екінші бағанымызды жасаймыз. Міне осылай тағы да бір қатар жүріп шығамыз.
Осымен біздің соңғы қатарымыз да дайын болып қалды. Міне сальфеткаларымыз дайын. Менің каналым ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет.